Балығымыз дайын. Майға қуырғаннан кем емес. Ешқандай зияны жоқ, духовкада піскен. Денсаулыққа зиянсыз. Үстіне пергаментімізді салып дайындап қоямыз. Отымызды, духовкамызды барлық қатты ыстығына қойдық, қосып. Енді балығымызды аламыз. Енді мынандай балық. Өздеріңіз білесіздер, қандай балық алғыларың, сазан алғыларыңыз келе ме, судак па. Енді бұған өзіміздің қалауымызша тұз саламыз. Қалауымызша тұз салып, бізді үйде көп тұзды жемейді. Сонда сосын қалауымызша бұрыш саламыз. Кішкене маринаттаймыз, сосын аздап лимон қосуға болады. Өзіңіздің қалаған шөптеріңізді, жаңағы дәмдеуіштеріңізді қосуға болады. Сонымен қатар өзіңіздің қалаған бұрыштарыңызды қосуға болады. Паприка қосуға болады. Кейбірлер паприканы жақсы көрсе. Қалаған бұрыштарыңызды қосасыздар. Жақсылап араластырамыз. Сазан алуға болады. Сазан, менікі мысалы сазан мен судакты араластырып, духовка деп дайындайын деп жатырмын. Олай дайындау әдісі денсаулыққа зиянсыз. Ешқандай маймен қуырмайсыз. Духовкада өзі толық дайындалады. Қазір әдісін дұрыстап көрсетемін әрі қарата. Бір жұмыртқа аламыз. Сонымен бір қатар мынандай жүгері ұнын аламыз. Жүгері ұнын алып, одан бір ас қасық алып саламыз ыдысқа, және ұннан аламыз. Кәдімгі ақ ұн, бидайдың ұнын араластырамыз екеуін. Жүгері ұнымен, немесе картоп крахмалы, жүгері крахмалы қосуға болады, немесе картоп крахмалын қосады, араластырамыз. Жұмыртқамызды сарысы мен ақ уызын араластырамыз. Енді ары қарата балығымызды жасауға кірісеміз. Балығымыз маринатталды, 30 минуттай тұрды. Барлық дәмдеуіштер сіңді деп ойлаймын. Енді жұмыртқаға саламыз. Сосын онымен бетін жабамыз. Онға аунатамыз. Онымен жүгерінің крахмалы мен бидай ұнын араластырғанда мамықтай болып тұрады. Араластырған балығымызды мына жаңағы жасаған қойтымызды қоямыз жайлап. Соның қағамыз, жайлап қоямыз. Осылай балықты дайындадым. Мынандай пергамент қағаздың үстіне салдым. Мына әр балық 100 грамм тартады. Адам күнде 100 грамм белок жеу керек. Соның бар, баланыкі бар, үлкен кісілердікі бар, барлығы есептелген. Енді духовкаға саламыз, қатты қызып тұрған. Май жағамыз. Оливковый майын жағамыз қазір. Етіміз мынандай болып пісті. Бұлай балығымыз пісті. Үстіне енді май жағамыз. Май жағамыз. Оливка майы. Зәйтүн майын жағамыз. Мынандай шөткімен түгел жағып шығамыз. Оливка майын. Ар жағын, екі жағын түнкеріп, барлығын майлаймыз. Майымызды жақтық. Енді қайтадан духовканы сөндіріп 15 минутқа қоямыз. Өзінің қызуына піседі.